Қараңыздаршы достар, өте не деген тәрбиесіз ойын. Мынау ойынға мен конкретно жалғыз етем. Не мынау персонажым, мынау бір 5-ші класста оқып жүрген қыздар сияқты ұзын қыздар болатын еді. Так. Не бар екен? Той дейді. Ох, той бар екен ғой мына ойында да. Базар жоқ. Мына тойханалар кішкентай екен. Йо, телефон жестко қатып жатыр мына жерде дейтін. Казах Voice, йо, Robloxта қазақтар жаулап алған. Йо, татау қазіргі жастар сонда мына ойынға кіріп кеткен. Татау осы ойынға кіріп кеткен. Татау осыны Казах Voice деп жалпы кішкентай балалар осы ойынға кетіңдерші. Кішкентай балалар осы ойынға кіріп құнығып, осы ойынның кесірінен білесіздер ма? Сабақтар нашарлайды, басқа бал. Мына қараңыздаршы, Казах Voice деп ашып қойған. Бірақ мықты әдем болып жасалған екен. Голубойсың ба нахуй? Голубой болсаң айт, мен голубоймын деп пидор. Я өзбек. Он үштем. Артық болып па? Я, мына үлкен балдар да ойнайды, Фариза қалайсың дейді. Ой, зайба. Наяқтан қайтып тұрады өзі, ма достар, қайтып тұрады түсінбедім. Өлі, ойын немне бәле вообще. Мынау достар, вообще. Мынау ойынды ойнап, вообще қажет жоқ па деп бар ғой. Багы да көп, андай да көп. Вообще Roblox деген ойында вообще керек жоқ. Не мынау мысалға шөпс. Мына жерге не отыра алмасаң. Наяқта бір Ясмино кішкентай қыздар көп. Кілең кішкентай бала шағалар. Кән суға жүзе аламыз ба мысалға? Жоқ, жүзе алмайсың. GTA Vice City сияқты жүзе алмайсың. Вообще дамымаған ойын Roblox. Ойнауға не советую достар? Не мынау енді персонажымда ұзын бір бәле. Наяқта не бар екен? Наяқта көрейік. Так, 10, 30, 50. Ладно. Ребята, не мынау енді, не мынау. Не істеп кетіп баратыр мен вообще, ё-байо. Мен іштегі басып тұрған жоқ, мен экранды мысалға шыққан, нан басып көрейші на тиме. Не мынау вообще. Қайтып ойнайсыңдар мына ойынды. Ба, чечес, өлі үш жүреміз ба енді біз? Бар әкең ау. Казах Voice дейді есім. Қазақша жазып қойыпты. Донатерлер. Скенте бадайдо. Шебейш. Семский кирі қазақтар емес. Ешқайсы қазақтар емес. Үздік ойын уақыттары дейді. Ойында көп ойнайтын. Татаво бездельник. Телефоннан 24-те шықпай мама папасын зарға ақсататындар. Нивора дейді, Казах Voice, Каси, Энджу дейтін өзің қазақтың қыздары. Ятмай, тәк наяқта не дейді? Мен қақтам мен башы, ебай, тақу түріп жоқ. Қарауға бет жоқ деген осы шығар, ема. Оқ бәле, Қазақстанда бірінші рет очерет жоқ ма? Ол не зат екен? Так, ақша? Оқ бәле. Басып көрейікші. Ага. Ей? Не болды сонда? Сөз алдын сан келді. Не болады, нан бассам? Оши. Блин, интернет арнада басылды. Анда басына. Блин, дауыстарда қатып отыр едетін. Кәм бас көріп шығарда керек. Тура, наяқта қаншама орын барда мыналар кеп тура менікіне болады ғой. Еба, сігет ма екеуі бар ғой, натури бар ғой, қаздар емай. Наяқа орайықшы емай, бос орын бар екен ма наяқта. Так, ашылмайды оны енді. Мынау біреу бос сияқты. Так. Шешегінің сығылшы анаяқ қарай. Немне бәле артынан қамайды, неяқты мынаны зерттей алмай атсам. Так, нан басаңыз, осы жерге жазыңыз дейді. Не жазамыз бұл жаққа? Чита бомб сөресі дейді. Неқа біреу жазып қойыпты. Бос тұр мына жақ. Шешеңнің басқа жерді зерттейміз достар енді. Так, басқа не бар екен бұл ойында? Қалайсыңдар Абубай? Неқта дейтін настройка дейді. Гитар. Шеше. Сықтырда бала шаға шешең сығыйды. Блядь, телефонда. Бля, кашок.
ебать нахуй, бірақ бойым менімен бірдей екенде, а. Ладно, так. Мына жаққа қарай кетеміз. Мына жерде удар ұратын бар. Бізде ударник бар мына жақта дейтін. Менде ақша бар ма? Оған 100 теңге бар ма? 10 теңге екен. Арзаншылық. Блин, ай шешена, қортықтар, сука, нахуй, қайт шығам мына жақтан, қаш. Бля, не удар ұрамай қалдым. Так. Та не қызық бар екен бұл жерде? Казах Voice дейді. Не жаққа да, отсам аналар кеп точно отырып, ұшып кеп жатыр ғой. Сибак сен нахуй. Болды ма осы ма Казах Voice? Қазақтар кезінде осынша жерді жаулап алған ба, достар, түсінбедім мен. Кішкентай карта қоқ, мен Казах Voice деп ойлағанға бір үлкен бір карта деп ойлап отырсам болар дейтін. Кішкентай картаны жаулап отыр екен. Бля, мыналар пайда болды ғой. Мына үшеуін жаттабаңдар, блядь. Мына үшеуін көрсеңдер, сука, нахуй басына шықыңдар, ебать. Менде хорошо, что свет ұстамай тұр, олардың дауыстары шығып тұрған жоқ, ё-моё. Так, бізде дейтін маяқта сахна, Садрадин, Садрадин. Біреудің комментарийына біреу жазам деп хит болып кетті ғой. Так, шығамыз. Оу, жақындағы менің алыс адамым, айбеу. Так, өлең бітті. Сізге бересің, короче. Май ауызға беріп жатыр ма, түсініксіз ғой мына жер. Мына жаққа кіре алмаймыз ба не біз сонда? Мен что-то маған интернетке ақша жинап беріңдер, достар. Маған что-то болмай жатыр. Просто дейтін бізде дейтін Wi-Fi күйіп кеткен еді, содан кейін барып біз осындай жағдайларға тап болып жатырмыз. Сіздермен бірге болған мен Ермұхамед Мәулен және де емші. Мынау бля періште Ангел Wings деп болған мынанша өте ұят нәрсе ғой. Ойынға періште қазіргі жастардың санасын өте қатты улап жатыр негізі былайша айтқан кезде. Қараңыздар, не мынау. Эх, бля, чеше, наяқта барлық қазақтар мысалға бибок дейді, наяқта ако, генерал, негрлер әлі тұр мына жақта, ебай. Мысалға мына адам қарап, уже жастар уже кішкене Амилайдың соңынан еріп кетуі мүмкін да, мысалға.